Барлықтарыңызға сәлем. 2023-тің алғашқы видеосы. Сіздерді көріп отқаныма өте қуаныштымын. Егер де қазіргі сіздің көріп отқан тақырыбыңыз қызық болса, лайк басыңыз, каналға тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Әрі қарай көруді жалғастырайық. Енді кеттік. Мен осы 3-ші курста грантқа ауыстым, грант жеңіп алдым. Мен Маңғыстаудың грантын жеңдім. Жалпы грантты жеңудің қандай жолдары бар, қандай гранттарды жеңіп алса болады, мен платник, мен ата-анам оқыта алмайды деген сияқты сұрақтар өте көп, достар. Қараңыз, егер сіздің медицинада оқуыңыз келсе, ата-анаңыздың рұқсат алуыңызға болады. Маған 1 жыл оқуым төлеп берші, әкешім, анашым, мен бұйырса келер жылы грантқа ауысам деген сияқты. Әрбір облыс әкімі болады, соған сіз жаз бітеді ғой, 1-ші курсты сіз бітіресіз, сіздің GPA-ңызға қарайды, сол GPA-ңыз арқылы сізге грант бөлінетін болады. Мен де осы 3-ші курста 2-ші курсты бітірдім. Сол кезде маған таныс қызым айтты, дос қызым, осылай әкім грантқа тапсырсаң болады деген сияқты. Мен одан соң документті қашан тапсыруым керек екендігін байқап, интернетті жібермей қарап жүрдім уақытылы. Ол документ дайындау маған августте шыққан болатын. Августте мен онлайн документтер тапсырдым. Ол документтер фотом керек болды, GPA керек болды, және тағы да осындай бір санаулы документтер керек болды. Сол документтердің барлығын онлайн форматта жібердім электронды почтаға, маған 19 августте ответі келді, грантқа ауыстыңыз деген. Дейсің. Мен өте қатты қуандым, әрине, себебі 2 жыл бойы Алла тағаладан сұрап жүрдім, жылап күн сайын, себебі грант платникте оқу ол әрбір студент үшін қайғы деген сияқты, себебі ол қарайған ақша тұрады, ол жылына 1 рет төлейтін болса да, өте ауқымды ақша болған соң, ол кез келген студентті қуантатын жағдай емес. Енді сіздер қалай жеңіп алсаңыздар болады. 1-ші курсқа сіздер платный болып түсеңіздер, сіздер сабақтарыңызды міндетті түрде жақсы оқисыздар. Сіздер қиналуыңыз мүмкін, анатомия, басқа сабақтар бар, олардың барлығына қиналуыңыз мүмкін, бірақ сіз грантқа ауысқыңыз, шынайы ауысқыңыз келетін болса, онда прямо күшті қылып оқисыз. Одан соң GPA-ңызды примерно 3-те 2, 3-тен 2-ден жоғары, тіпті 3-те 5, 3-те 7 болса, сіздің мүмкіндігіңіз әлде қайда жоғары болады. Достар, мұнан бірақ есте сақтаңыздар, мен осы жылы грантқа 3-те 2-мен ауыстым GPA. Тіпті менің жанымдағы достарым 2-де 6, 2-де 8-бен де ауысқан студенттер саны бар. Оған қорықпаңыздар, бірақ ол әркімнің өзінің бағына байланысты, Алла тағаланың беруіне байланысты. Сондықтан мен сіздерге айтам, күнде жатпай тұрмай сұрай беріңіздер, Алла тағаладан сұрай беріңіздер, сонда міндетті түрде сіздің арман мақсатыңыз орындалатын болады. Әр әкім әртүрлі. Мысалы, Атыраудың әкімдері стипендия бермейді. Тағы да сондай бар, которые стипендия бермейтін. Ал Маңғыстаудың әкімі ол сіздің стипендияңызды да береді, ол оқуыңыздың ақысын да төлеп береді деген сияқты. Егер қазір сіз платник болып жүрген болсаңыз, Маңғыстаудың тұрғыны болсаңыз, міндетті түрде GPA-ңізді әлі көтеріңіз, уақытыңыз бар. Барлық сабақтарыңызды жақсы жабыңызды, осы жазда барып грантқа тапсыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл жақсы әкім грант. Басқа қандай мүмкіндіктеріңіз бар? Соған келетін болсақ, сіз универден де грант жеңіп ала аласыз. Оны қалай жеңесіз? Оған сіздің барынша GPA-ңіздің 3-те 5-тен жоғары болған артық, 3-те 6, 3-те 7, 3-те 8 болса өте жақсы, себебі сіздің қаншалықты GPA-ңіз жоғары болады, сіздің жеңуге деген мүмкіндігіңіз соншалықты көп болады, достар. Себебі бізде 1-ші курсқа түскен студенттер саны жайлап азайып отырады, себебі біреудің денсаулығына байланысты немесе басқа деген сияқты. Вот солай ол адамдардың гранты сақталады, өздері кетсе де, сол грантты басқа студенттерге ойнататын болады. 1-ші курстан 2-ші курс, 3-ші курс, әр курстан бір студент шығып отырған сайын, солай олардың гранттары босап, сіз оның грантын жеңіп алуға мүмкіндіктеріңіз болады. Сондықтан да мен платник екенмін деп, жай ғана қарап жүрмейміз. Сіз платниксіз ба? Платник болсаңыз, сіз мықты оқуға, жақсы оқуға сіз лайықтысыз. Одан кейін тағы да гранттардың түрі бар. Ол гранттар, которые
компаниялар болады ғой, ерекше компаниялар, солай сіздің оқуыңыздың ақысын төлеп беретін сондай компаниялар бар. Менің подружкам осы жылы сондай компаниядан жеңіп алды грант. Ол сіздің дәл әкім грант сияқты, дәл үкіметтің гранты сияқты тоже стипендия береді, но бірақ бізге қарағанда салыстырғанда 10 мың теңге аз төлейді екен, бірақ зато сіздің оқуыңыздың ақшасын төлеп береді и сізге стипендия беріп отырады. Оны әрине интернеттен қарайсыздар, іздейсіздер. Егер грантқа ауысқыңыз келсе, оның неше түрлі түрі көп. Сондықтан да достар, өкінбейміз, жыламаймыз, тек қана сіз самый главный желанияның болуы, оқуға деген, білім алуға деген. Егер де осындай желанияңыз ұрып тұрған болса, онда сіз міндетті түрде грантқа ауыса аласыздар. Сіздердің мүмкіндіктеріңіз өте көп. Бар мүмкіндікті пайдаланыңыздар, жіберіп алмаңыздар. Міндетті түрде сіз осы жылы грантқа ауысатын боласыз.